Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Біз бүгін Алматы қаласы Дүйсенбі абай 115-ші мектептің математика қазақ мұғалімдері өздеріңізге өзіміздің бағдарламаларымызды ұсынсақ деп отырмыз. Сол шарамызға уақыт бөліп қатысқандарыңыз үшін рахмет айтамыз. Мен Қазыбаев Талғат Талдыбайұлы математика пәні мұғалімі болам. Педагог зерттеуші. Бағдарламамның тақырыбы зейінді тұрақтандыру, IQ математика деп аталады. Жалпы өздеріңіз білесіздер, әсіресе математика пәні мұғалімі бүгінде оқушылардың оқуға деген зейіннің тұрақсыздығынан, әртүрлі мәліметтердің көптігінен, алынатын интернет желісіндегі әртүрлі хабарламалардың көптігінен балаларымыздың зейіні тұрақты бір бағытта білім алуға деген қиындық туғызуда. Осы мақсатта 7-ші сыныптарға арналған 34 сағаттық зейінді тұрақтандыру IQ математика деген бағдарламамды ұсынып отырмын. Жалпы математика ойлау қабілетіңізді арттыру үшін зейінді дамыту жолдарын қараңыз. Бұл презентация бойынша ғылым негіздер мен практикалық тәсілдер қарастырылған. Жалпы бүгінгі күнде зейіндің немен маңызды? Зейіндің мәні математикалық ойлау мен шешім қабылдаудың рөлінде тұр. Қабілетті дамыту үшін құрал ретіндегі пайдаланатын зейін керек. Ғылыми негізі зейінді арттырудың дәлелденген тәсілдері. Практикада күнделікті қолдануға болатын жаттығулардан. Зейін деген не деген сұрақ? Және оның математикалық ойлау әсері деген нәрсеге мына төмендегі анықтамаларды бере аламыз. Зейін ақпаратты өңдеу үшін когнитивті ресурстарды бағыттау қабілеті. Бұл математикалық тапсырмаларды орындау кезінде аса маңызды. Математикаға әсері: есептің маңызды элементтерін анықтау, қателерді жою, шешімді тексеру, күрделі есептерді орындау, логикалық тізбектерді сақтау деген басты міндеттерден тұрады. Жалпы математика көбіне көп практиканы қажет етеді. Және қазіргі кезде мынандай бір жақсы сөз бар: мектептің қалай оқыту, нені оқыту емес, қалай оқыту маңызды деп. Біздің күнделікті бұрынғы математикадағыдай кестені жаттату немесе басқа бір мәліметті жаттатудан гөрі баланың өзіндік ізденуіне және оны ойлап ары қарай дамытуына мүмкіндік беретін жағдайлар осы зейінді тұрақтандыруға, IQ математикасының IQ-ын дамытуға басты назар аудартатынын көрсетеді. IQ математикасы дегеніміз не? Бұл логикалық ойлау, құрылымды және байланысты анықтау қабілеті. Екінші, проблемаларды шешу, әртүрлі тәсілдерді қолдану және талдау. Үшінші, сандық қабілет, сандармен жұмыс істеу, есептеу дағдылары, статистика деген нәрсе. Сол сандар арқылы әртүрлі мәліметтерді, мониторингтік бағалауларды шығара білуі деген әңгімені ұсына аламыз. Үлгілерді тану, математикалық қатынастар мен заңдылықтарды көру. IQ математикасы зейінді қолдану арқылы дамиды. Есептің маңызды элементтеріне назар аудару және қателерді жою үшін қажетті. Зейінді арттырудың ғылыми негіздері: тұрақты жаттығулар нейрондар арасындағы байланыстарды нығайтады және зейін желілерін күшейтеді. Белсенді ойлау нейромедиаторлардың деңгейін көтереді, бұл зейінді арттырады. Көрсеткіштердің жақсаруы зерттеулер бойынша 6-8 апталық тренинг бастау қабілеттері 25%-ға арттырады. Практикалық жаттығулар зейінді шоғырландырудың тәсілдері. Медиациялық дейді. Енді жалпы адамдар өзінің ойын жинақтамай, өзінің ойын белгілі бір арнаға тоғыстырмай, білімнің үстіне білім, оқығанның үстіне оқи берсе, ол кәдімгі бір тұрақты білім болады деп есептемейміз. Сондықтан да адам бірінші кез келген білімді бастардың алдында зейінін тұрақтандыру керек. Сандар қатарында қателерді табу, шоғырландыру талап етеді. Осы бағыттарда әртүрлі интернеттегі немесе басқа оқулықтардағы әртүрлі тапсырмалар, ойындар арқылы біз балалардың зейінін шоғырландыра аламыз. Менің авторлық бағдарламамның негізгі мәні мен мағынасы осы деңгейде болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса айтарсыздар.
Енді осы бағдарлама жөнінде пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, чатқа жазып кетулеріңізді сұраймыз. Рахмет. Бит бір бассаң сені чат деген жерге жазып қоясыз. Мына жерін басып Тым шығып кетті. Сіздер мен құрметті әріптестер, сіздерді көргеніне қуаныштымын. Бүгін бізге тілеулес болып келіп отырғандарыңызға рахмет. Менің авторлық бағдарламам аты 11-ші сыныптарға арналған жалпы білім беретін мектептің 11-ші сыныптарына арналған элективті курстың бағдарламасы. Мен Бабаев атындағы жалпы білім беретін 115-ші мектептің математика пәнінің мұғалімі, педагог, зерттеушімін. Елімізде 2016-17 оқу жылынан бастап мектеп бітірушілер ұлттық бірыңғай тестілеуді жаңа формат бойынша тапсыруды бастады. Жаңа форматтағы тестілеудің айырмашылығы міндетті пәндердің бірі оқушылардың ойлау қабілетін дамытуда маңызды рөл атқаратын математикалық сауаттылық атты пән қосылды. Бұл пәннің мақсаты мен міндеті оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру, математиканың өмірмен байланыстылығын жете түсіну және қолдану. Алдыңғы жылдары міндетті пән болып саналатын математика пәнінен барлық мектеп бітірушілері тест тапсыратын. Дегенмен оқушылардың көпшілігі мамандық таңдағанда өзінің мамандығымен байланыс жоқ екендігімен және пәннің тапсырмаларының қиындығымен жиі шағымданатын. Бұл қиындықтың да мәселесі шешілгендей, өйткені математика пәні таңдау пәнінің қатарына қосылып, оқушылар мамандығымен байланысты бейіндік пән ретінде дайындалатын болды. Математикалық пәндер бірқатар мазмұндық бағыттардан тұрады: сандар, алгебра, геометрия, статистика және ықтималдықтар теориясы. Математикалық модельдеу және талдау. Бұл мазмұндық бағыттар оқытудың барлық жылдар бойы дамып отырып, табиғи түрде бір-бірімен байланысады және оқу курстарында өзара әрекеттеседі. Осылайша математика курсының мазмұнын меңгеру барысында оқушыларға сан мен есептеудің адам тәжірибесіндегі маңызы туралы түсінігін дамыту, ауызша, жазбаша, аспаптық есеп шығару үшін тәжірибелік дағдыларды қалыптастыру, есептеу мәдениетін дамыту, алгебраның таңбалық тілін меңгеру, формальды операциялық алгебралық біліктерді қалыптастыру және оларды есеп шығарған кезде пайдалануды үйрету. Қарапайым функциялардың қасиеттерін және графиктарын зерттеу, нақты тәуелділікті сипаттау және талдау үшін функционалды графикалық түсініктерді пайдалануды үйрету, кеңістік түсінігі және бейнелеу біліктілігін дамыту, планиметрияның негізгі фактілері мен әдістерін меңгеру, ең қарапайым кеңістіктік денелермен және олардың қасиеттерімен танысу, шынайы дүниедегі статистикалық заңдылықтар мен оларды зерттеудің түрлі әдістері, ықтималдық сипаты бар қорытындылар мен болжамдардың ерекшеліктері туралы түсінік алу, шынайы үдерістер мен құбылыстарды математикалық модельдеу, аса маңызды құрал ретінде оқып жатқан ұғымдар мен әдістер туралы түсінік қалыптастыру. Осы аталған бағыттардың барлығын тікелей оқушылардың білім-білік дағдыларын қалыптастыру үшін математикалық сауаттылық қолданбалы курсының әрбір бөліміне тақырыптар кіріктірілген. Курстың мақсаты жоғары сынып оқушыларын ұбт-ға дайындау, таңдау пәндерімен сабақтастыру, тапсырмалардың түрлерімен, тапсырмалардың күнделікті өмірмен байланыстылығын қамтамасыз ету үшін құрылған. Осы курс жоғары сынып оқушыларының кәсіби дайындық міндеттерін жүзеге асыруға көмектеседі. Ең бастысы оқушылардың мектепте алған білімдері мен тәжірибелерін өмірде қолдана ала ма деген сұраққа жауап іздеу.
Курс мазмұны қазіргі таңдағы еліміздегі өзгерістер, тұрақты дамудың жаңа стратегиялық бағыттары мен қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы, қарқындылығы, білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Білім берудің жаңа үлгісін ендіру тұлғаны дамыту үдерісі ретінде тәрбиеге басты назар аударылды. Оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жөніндегі функционалдық сауаттылықты дамытудың жалпы бағдары Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-25 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында анық көрсетілген. Енді бұл мен бағдарламамның мақсаты оқушылардың математика пәні бойынша сауаттылығын арттыру, математикалық қабілетін анықтау және дамыту, бағдарламалық материалды терең игеруіне, өз білімін кеңейтуге ықпал жасау, стандартты емес логикалық күрделі есептерді шығару дағдыларын дамыту, дұрыс негізделген математикалық пайымдаулар айту, есептерді шығарудың тиімді тәсілдерін табу, орындау, өзін-өзі тексеру өмірмен байланыстыру, математикалық білімді өмірлік жағдаяттарда кездесетін түрлі мәселелерді шешуде еркін қолдану. Ал бағдарламамның міндеттері оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында ізденіс жасау арқылы зерттеушілік қабілетінің дамуына ықпал жасау, практикалық мазмұн есептері шешудің әртүрлі тәсілдерін қолданып шешу, теориялық білімдерін іс жүзінде қолдануға, есеп шығаруға, тәсілдер мен әдістер меңгеруіне көмектесу, қажетті нақты тақырыптар бойынша математикалық білімдерін тереңдетіп толықтыру, есте сақтау қабілеттерін арттыру мақсатында нақты іс тәжірибені қолдану, күрделі есептерді шешуде қиындықтарды жеңе білуге және күрделі түрден қарапайым түрге келтіру әдісін үйренуге тәрбиелеу. Бұл авторлық бағдарламадан күтілетін нәтиже: оқушылар есептер шығарудың негізгі әдістерін меңгереді, стандарт емес есептерді шешудің маңыздылығын ұғынады, күрделі практикалық мазмұнды есептерді өмірмен байланыстыра отырып шеше алады, оқушылардың математикалық мәдениеті мен шығармашылық қабілеттерінің дамуы танымдық деңгейі көтеріледі, оқушылардың өзіне деген сенімділігі артады. Осы менің авторлық бағдарламамда алып жұмыс істеп көрсеңіздер болады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қайырлы күн, саламатсыздар ма? Күндеріңізге сәттілік тілеймін. Енді бүгінгі біздегі қорғалатын авторлық бағдарламамның тақырыбы PISA оқылым мәтіндерін талдау арқылы білім алушылардың функционалдық сауаттылықтарын қалыптастыру. Бұл 8 сыныптарға арналған. Сонымен қатар бұның негізгі қазіргі заманда білім беру жүйесінің басты мақсаты өмірлік дағдыларды меңгерген, ақпаратты талдап, шешім қабылдай алатын, сыни ойлай алатын тұлға қалыптастыру. Осы тұрғыда оқылым дағдысы мен функционалдық сауаттылықты тұлғаның танымдық дамуының негізгі өлшемдерінің бірі болып табылатын айқын. Сондықтан енді өздеріңізге белгілі, бүгінгі таңда функционалдық сауаттылық бұл тек қана мәтінді оқу мен түсіну ғана емес, алынған ақпаратты өмірлік жағдаяттарда қолдана білу. Және оқушылардың оқу сауаттылығы халықаралық деңгейде өлшенетін болғандықтан, қазіргі таңда PISA зерттеу бағдарламасы енгізілген болатын. Оның басты мақсаты оқушылардың мектепке алған білімдерін өмірлік жағдаяттарда қолдану мүмкіндігін анықтау. Ал Қазақстанның білім беру жүйесінде PISA тапсырмаларына ұқсас әдістемелерді қолдану оқушылардың оқу, талдау, салыстыру, бағалау және дәлелдеу дағдыларын дамытуға зор ықпал тигізеді. Сондықтан осы авторлық бағдарлама оқылым мәтіндерін талдау арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылықтарын дамытуға бағытталған оқу әдістемелері болып табылады. Осы оқу бағдарламасының
мақсаты өзектілігі мынада. Бірінші, ол PISA оқушылардың оқу сауаттылығы деңгейін анықтауда маңызды көрсеткіші. Екінші, қазіргі оқушы тек мәтінді оқушы емес, ол ақпаратты талдаушы, салыстырушы және оны тәжірибеде қолданушы. Үшіншіден, оқу сауаттылығын қалыптастырудың қоғамдық әлеуметтік сұранысы мен оқушылардың функционалдық ойлау қабілеттерін жетілдіруге бағытталғанымен ерекшеленеді. Сонымен қатар, басты мақсат ретінде PISA форматындағы тапсырмалар негізінде оқушылардың оқылым дағдыларын кешенді түрде дамыту. Бағдарлама мазмұны негізі 3 бағыттаға негізделген. Бірінші, оқылым дағдылары мен мәтін құрылымын меңгеру. Екінші, PISA форматындағы мәтіндерді талдау және қорытынды бағалау. Үшінші, оқу процесінде теория мен тәжірибе сабақтарын үйлесімді жүргізілуі. Бірнеше міндеттерге бөліп қарастырылды. Бұл жерде бірінші, оқылымның ішкі және сыртқы дағдыларын жүйелі түрде дамыту, мәтіннің түрі мен жанрын ажыратуға, негізгі ойды табуға үйрету, ақпаратты салыстыру, талдау және қорытынды жасауға қабілеттерін қалыптастыру, PISA форматындағы мәтіндік және графикалық ақпараттарды интерпретациялауға машықтандыру, мәтін бойынша тұжырым, дәлел, болжам жасай білу дағдысын қалыптастыру. Оқушының оқу дағдысын жеке және топтық жұмыс арқылы жетілдіру, функционалдық сауаттылықтың көрсеткіштерін бағалау және дамыту жүйесін енгізу деп бірнеше міндеттер қойылған болатын. Осының негізінде бірнеше бағыттарды бөліп қарастырдым. Бірінші, танымдық бағыт, ол дүниетаным мен логикалық ойлау, коммуникативтік бағыт, пікірталас пен дәлелдеу, технологиялық бағыт, цифрлық сауаттылық, шығармашылық бағыт ретінде эссе мен инфографика жасау, әлеуметтік бағыт ретінде мәтін мазмұнын өмірмен байланыстыра білу. Осы бағыттардың оқыту әдістері мен тәсілдер енгізілді. Бірнеше әдістер, тәсілдер бар. Ол жерде ойлан жұптас бөліс, инсерт стратегия, диалогтік талдау, инфографикалық талдау әдісі, кейс стади, оқырман күнделігі және сонымен қатар бүгінгі таңда қолданып жүрген цифрлық платформаларды пайдалану. Осы әдіс тәсілдерді пайдалана отырып, сонымен қатар бағалау жүйесі де енгізілді. Бағалау критериалды және қалыптастырушы сипаттар жүйеді. Оның критерийлары деп мәтінді түсіну деңгейі, ақпаратты табу және салыстыру, интерпретация жасау, бағалау және пікір білдіру. Осының негізінде рефлексия, өзін-өзі бағалау, кері байланыстар жүзеге асырылып отырады. Осы бағдарламадан күтілетін нәтиже: бірінші, мәтінді түсініп, автор көзқарасын анықтай алады. Ақпаратты салыстырып, интерпретация жасайды, графикалық және медиа мәтіндермен жұмыс істейді, өз пікірін дәлелдейді және функционалды сауатты тұлға ретінде қалыптасады. Енді тұрақтылау мазмұндық бөлімі ретінде бөлім, сағат саны, сабақ мазмұны қысқаша сипаттама берілген. Осының негізінде міндетті түрде мұғалім енді PISA форматындағы тапсырмаларды кезең-кезеңмен енгізіп, оқушылардың оқу жылдамдығын арттыруға арналған жаттығуларды жүйелі түрде өткізу керек. Әр сабақта нақты оқу мақсаты мен күнделікті нәтиже анық белгіленеді. Сонымен қатар, қорытындылай келе, ол PISA оқу мәтіндерін талдау арқылы функционалдық сауаттылықты қалыптастыру бағдарламасы енді заманауи білім болғандықтан талапқа сай, оқушының сыни және шығармашылық ойлауда дамытуға ойлауын бағытталған тиімді жүйе деп есептеймін. Сондықтан бағдарлама нәтижесінде 8-ші сынып оқушылары ақпаратты өмірмен байланыстырып, саналы, сындарлы, функционалды тұлғаға айналып, 9-ші сыныпта PISA тапсырмасын жоғары деңгейде орындайды деген ойдамын. Осыған түрткі болатын бағдарламаның осы. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қолдануларыңызға болады. Сұрақтарыңыз болса, соңына қойып кетерсіздер. Рахмет сіздерге.